акимди іздеп сол жерге барамыз. Ол бізге осында кел дегенде келген жоқ, кетіп қалып. Өйткені 5 адамның номерін маған берген. 40-70. Диана хатшы деп жазылған. Иә, бізге сөйтіп Бұл берді. хатшы емес, өзгертіп Хатшы болса қойсаңыз. онда неге жазады Жоқ, хатшы? тыңдап алсаңызшы, өзгертіп қойсаңыз болады, хатшы емес. Бұл жаңағы аудандық ЖКХ бөлімінің заңы. Өздерінің қолымен жазып берді ғой, осы жерде отырып. Иә, ондай болса сіздер өтірік айтып бердіңіздер бізге. Хатшылар деп, хатшы қыз деп. Хатшы деген мен екен, оның бірақ бұл кісі қазір бізде қанша болды официально мен келгелі бері. Жарайды, сіздікі дұрыс. Ондай болса ол кісі айту керек еді. Мен дұрыс. Хатшым жоқ деп неге айтпайды? Қашаннан шықты? Понедельниктен бастап жарайды, ол қазір не важно уже бізге, ол уже керек емес, уже қайда екені. Жоқ, таратыңыз айтайын. Бір минут. Шыққаннан кейін, жұмысқа шыққаннан кейін маған объяснительный келсін осы бойынша. Это вы сами решите между собой. Давайте өздеріңіз Бір араласып минут, шығарыңыздар. иә. Жоқ, кешіріңіздер, біздің уақытымыз кетіп жатыр. Біз жұмыстан Мен мына кісіге тапсырмасын беріп алайын қазір. Маған оны кейін берсеңіз де болады еді негізі. Именно осы бойынша түсініктемесімен обязательно. Біздің көзімізше ондай разборки не керек? Ол Бізге ол түкте керек емес. алдайды. Да, показуха устраивать, сейчас при нас начнут вопросы решать. Ол кісіні де қараймыз мәселесі. Мен ол кісіні аудан әкіміне жеткіземін. В любом случае. Мен де звондағам ол кісіге. Жоқ, ол кісі қазір мен сізге түсіндіріп айтайын. Ол кісі қазір халықпен кездесуде, бірақ ол сіздер қай Рахатский сельский округқа қарайсыздар ғой? Рахатский сельский округқа халықпен кездесуге барған кезде ол жақта да сіздер сол жақта кездессеңіздер болады. Жоқ, айналайын, бізге ана кездесеміз, бізге бүгін келіңдер деді ма, біз келіп отырмыз жұмыстан сұранып. Бізді қазір сұрана бермейміз жұмыстан. сол үшін бізге қазір көлік беріңіздер. Әрең жүр күнін көріп. Неге сонда қайта сұрана беру керек жұмыстан? Неге сіздер соны түсінбейсіздер? Сіздер мына қызға хабарластыңыздар ма? Жоқ, Дианаға хабарласты, иә. Жоқ, неге өтірік жазады онда? Онда мен білмеймін ол жағын, енді мен қалай жазғандарын сіздерге, но бірақ сіздер хабарласу керек едіңіздер, немесе мына қызға қабылдау. Телефон берген телефонмен хабарластық, сіз қызықсыз, әкімнің орынбасарына хабарластық. Ол қыз ЖКХ-ны Это нас не волнует. Вы вот здесь вот тұра тұрыңызшы, бір минут. Осы жерде отырғанда, не, осы кісінің телефонын жазып алдым, мен өзім лично осы жерде отырдым, жазып алдық. И это нас не волнует, сіздер сөйту керек еді, бүйту. Бізге телефонды берді ма, біз сол телефондан хабарластық. Замана хабарластық сол қызға. Енді сіздер қазір келіп бізді, сонша адам келіп отырмыз, мына жерде жиналып отырмыз. Бізге қазір көлік беріңіздер, шелекке апарыңыздар, біз анау әкіммен кездесуіміз керек. Біз сол үшін келдік, сол үшін біз қатысуымыз керек. Давайте. Решайте вопрос. Мен сізге көлік бере алмаймын. Сонда ондай болса, әкім осында келсін. Ол кісі келеді, кешке жақын келеді. Неге біз сонда күнімен біз уақытымызды өлтіріп осында отыруымыз керек екен да?